Аға, яғай дей бермеш. Қоймайсың о сенде. Тоқташ әңгімелесейік адам сияқты. Қырға барып қайтқам. Тамағым көп шөлдеп тұрғаным. Өткендегідей балғымызыңнан болса ғой, шіркін екі кесесін демалмастан тартып жіберуге қарсы емесем негізі. Ой, ағай, көрмей тұрсыз ба шелегімнің бос қайтқаны? Бәріне кінәлі сіздің қара айғыр. Не дейді? Тағы не білдірді? Енді біздің күрең айғырдың үйіріне таласы биенің барлығын далаға қуып кетіпті. Ессіз айғырыңызға ие болмайсыз ба тегі? Айналайын-ау, айғырлардың айқасымен биелердің махаббатына араласа алмаймын ғой мен. Ағай, малда иесіне тартады деген рас екен-ау. Не дейді? Қай-қайдағын айта бермей одан да. Қазір қолың бос па, соны айтшы. Ал, бос болдық дейлік. Ойбай, бос болсаң онда қырға барып қызғалдақ термек. Ой, ағай, жұрт қызғалдақты көктем шыққанда теретін еді. Сіздікі күзде де қыста да таусылмайды екен осы бір. Шөп сап жүріп малдарыма, жолықтым барманыма. Мақымыңнан айналайын, от тастаған жаңғамына. Қораның ішінде өңімде түсінбей, көзімді сүзіп жүредім. Жүректегі сырды айта алмай, шыға келдің алдымнан, ыңыршақтанған байталдай.